Құдай тағалам елі жұртымызға тынчылық, аманшылық берсін. Елі жұртымыз тынч болсын. Алхамду аля ни'мату аманы лизуалиха. Қайсы бір адам көрген күніне, жеген тамына, көрген перзенттеріне Құдайға шүкран айтса, ол адам екі дүния бақытты болады. Құдай тағалам ақ жолықчан аялдарға көп жақсылықтарды берген. Шариат еркек кişiye қарағанда аял кişinin жәннатқа кіріші оңайлы болады. Еркек кişinin мойнында көп жүктер жүктелген. Оның таржымалын айтып отырса, 1 saat, 2 saat уақыт кетеді. Уақытты қысқартайлық. Шунша ақ жолықтар, аялдар келіп, чоңлеріміз келіп, алды Қызылқиядан келіп отырады. Шулардың Құдай Тағалам мақсат тілектерін қабыл қылсын. Елі жұртымыз тыныш болсын. Ушул үйде дайым жақсылықтар болсын. Өйде де өп болған, ылдыйда жөлөк болған. Тайырдың да Құдай мақсатын беріп, ынтымақшылығын беріп, дайым жеңемен патасына алып отырушылықты Құдай Тағалам нәсіп қылсын. Келген қонақтар сіздерге де чоң рахмат. Алла разы болсын. Қош келіпсіздер. Сіздер үй бүлеңіздерге сақ-саламат жетіп алыңыздар. Дайым ушундай жақсылықтың үстінде жүрүшүңүздөрдү Алла Таала сіздерге буйруп нәсіп қылсын. Роббана атина фид дүния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар.